Ақтөбе Астанаға қарсы ойнағанда Қобыланды Батыр стадионында Дания, Германия, Түркия, Ресей елдерінен скауттар келді. Қайрат футбол клубы Лейпцигтен неміс мамандарын алып келді да осы жас жігіттерді өсірткізді. Маған жеткен 100% ақпарат бойынша ол келмейді. Келмей-ақ та қойсын. Кім ол? Абыройы бар ма? Беделі бар ма? Қайрат көбінесе орыс тілді мамандарды іздейді. Сол айтып отырмын, сол Хум Арена деген Ташкенттегі, ананы қарап тұрсаң, бір неге бізде ондай жоқ дейсің да? Неге жоқ? Біз неміз кем мысалы? Біз неге кем? Ордабасыны алғаш рет чемпиондыққа әкелген кім? Сәлем достар, сіздермен Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі мен Әлімжан Тасболатұлы. Бүгін бізде тағы да бір подкастымыздың қонақтарын таныстыра кетейік. Спорт плюс Қазақстан телеарнасының жүргізушісі, комментатор Есей Жеңісұлы. Есейға қош келдіңіз. Және де Қазспорттың жүргізушісі Барада Бата YouTube каналының авторы, идеясының жаңағы бүкіл қазақ футболының инсайдын білетін Ербол Қайыров ағамыз. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Барлығы жақсы ма? Жақсы. Бүгінгі тақырыптен тағы да бір айта кетейік сіздерге. Қазақстан премьер лигасы туралы сөйлесетін боламыз. Бұл жерде бір арнайы бір турға тоқталып, немесе арнайы бір ойын туралы айтпаймыз. Жалпы қазіргі осы 7 турдан кейін жағдай қалай болып жатыр? Клубтардағы, әсіресе бір клубтағы жағдай не болып жатқан туралы ақпарат беріп кетуге тырысамыз. Біздің оқырмандарға, біздің жанкүйерлерге өте қызық деп ойлаймыз. Енді бірден бастасақ, сол Ордабасы футбол клубынан бастағым келіп тұр. Себебі қазір таңдағы жалпы қазақ футболындағы осы медиа кеңістіктегі ең көп қызу талқыланып жүрген тақырыптардың бірі. Бас директоры Бауыржан Абдубаев кетті жұмысынан, денсаулығына байланысты кетті деген ресми түрде ақпарат шықты Ордабасының инстаграмына. Одан кейінгі Ақтөбеге ойынға қарсы ол кісі өзі алаңға, стадионға келді. Денсаулығына қарсы кеткенін айтып, барлық жақсы екенін түсіндірді. Бірақ десек те Техас Фанс, Ордабасы футбол клубының жанкүйерлері бойкот енді келіспеушілігі ғой, бұл жерде солай жариялап ойыннан кетіп қалды. Себебі фанаттар Ордабасының футболшыларымен де бапкерлерімен де жақсы қарым-қатынаста, олар араласады. Мысалы Бауыржан Абдубаитов, ол Ордабасы футбол клубынан денсаулығына байланысты кетіп қалды. Бірақ та биік командасының президенті болып қалды ғой. Қанша дегенмен әйелдер футболында істесе де қаншама күші кетеді, қаражаты кетеді, неліктен онда толықтай футболдан кетіп қалмады. Ешкімге де құпия емес, бірақ та Ордабасыға бірнеше рет қысым көрсетілді. Тіпті жаттығудың өзінде бірнеше адамдар келіп командаға, бас бапкерлерге біраз нәрсе айтылды. Сондықтан да Абдубаитов содан шаршап өзі жұмыстан шығып кетті. Қанша дегенмен әкім де, оның жұмысшылары да, көмекшілері де бірнеше рет қысым көрсетті. Себебі Ордабасыға кем дегенде 3-4-5 миллиард жылына бөлінеді екен. Әрине, Ғабит Сыздықбеков біраз нәрсені шешті. Бүкіл салықтарын төледі. Себебі мысалы УЕФАдан арнайы бір хат келді. Егер де шынымен де осы жылы бүкіл салықтардан, бүкіл қарыздардан құтылсаңыз, онда сіздерді ресми түрде чемпиондар лигасының қатысушы ретінде бекітеміз. Сондықтан да Ғабит Сыздықбеков жыл түрде бүкіл салықтарды жауып тастады. Бірақ та енді әкім де өзі де өзінің адамдарын қоямын деп осындай бір шарт талап қойды. Сондықтан да Абдубаитов кетіп қалды. Енді жақында клубқа жаңа адамдар келеді. Мейлі көбінесе балкандық мамандар келеді дейді, кейбірлері Шымкенттің мамандары дейді, Бағлан Ергешевті келуі әбден мүмкін. Оның да өзінің командасы бар. Бақдәулет Қожабаев кезінде Ордабасы жастар құрамасында ойнайтын экс-футболшы келеді. Бұрын Оқжетпестің сапында, Оқжетпесте спорт директоры болған. Сондықтан да бірнеше үміткер бар. Мысалы, Азат Қазиханов Атырауда, Ақжайықта қателеспесем директор болды. Ақтөбелік өзі, бірақ та ол қалай келеді? Көбінесе Ордабасыда тек қана жергілікті мамандар ғана жұмыс істей алады. Себебі өздерінің интригалары бар, менталитеті бір бөлек. Мысалы, бұрын Бақтияр Байсетов болды, кейін Берік Омарбеков болды, ол да шымкенттік, Бауыржан Абдубаитов, ол да шымкенттік. Сондықтан да Азат Қазиханов келсе, мен шын айтсам, мен таң қалам. Әртүрлі инсайттар келіп тұрады. Ұлықбек Асанбаев, Данияр Шағдаевты жұмыстан шығарып жіберді. Бірақ та Ордабасыны алғаш рет чемпиондыққа әкелген кім? Сол құрамда. Сиднев, Ұлықбек Асанбаев, Шадыев, Абдубаитов, тағы берген исламхандар бәрі бүкіл бір ұжым ретінде. Сиднев дегенді бірінші айтуға болады ма? Жоқ.
бәрін шешкен трансферлер. Иә. Олар Исламханды алды. Ешкім сенбеді. Соған меңзеп тұрмын ғой. Жарақатынан бұрын қалпына келеді деп кім айтты мысалы. Тағы бергенді, Малыйды, басқа ойыншыларды, Бека Шайзадаға қайтадан сенім артты. Кім Айболды қайтадан шығарды. Осындай футболшыларға мүмкіндік беріліп, әсіресе дисциплинасы бар футболшыларды алыпты. Кім намаз оқиды, ішпейді, кальян шекпейді, ондай футболшыларды алыпты команда. Сондықтан да бірге бір ұжым ретінде олар өткен маусымда керемет бір ойнады. Өзім де Шымкентке жұмыс бабымен барсам, съемкада болсам, бір рет ауызашарға шақырыпты, толықтай үлкен бір ұжым ретінде барыпты. Тіпті мейлі қазақтар болсын, өзбектер болсын, өзбекстандық футболшылар Бөбір Абдухоликов пен Шахбоз Омаров та барыпты. Керемет бір атмосферасы болды. Сондықтан бүкіл осы атмосфера бәрінде шешті раздевалкада. Енді бәрінде өзгертті. Көбінесе былықтар шыға бастады. Не форма жоқ, я. Көбінесе футболшылардың жағдайлары жап-жаман. Жалақыларын біресе береді, біресе бермейді. Әлі күнге дейін сыйақыларын берген жоқ өткен жылға. Әкім айтады, егер де чемпион атансаңдар, осындай ақша, екінші орын алсаңдар, осындай ақша, үшінші орынға осындай ақша. Команда айтады, біріктіріп, біз тек қана бірінші орын аламыз, осындай бір ақшаны аламыз деп. Қағаз жүзінде бәрі де бар. Бірақ та ешкімде арыз жазбады. Сондықтан да бәрін орындау керек. Алғаш рет осы команда Шымкентке чемпиондар лигасын алып келді ме? Алып келеді. Чемпиондық алып келді ме? Алып келді. Сондықтан да бәрін жауып тастау керек. Сондықтан да осындай интригалар бүкіл команданы құртып жатыр. Бүкіл қолайлы жағдайлар жасау керек. Не жақсы бір тәп-тәуір тренажерлық нелері жоқ. Мысалы, Инстаграмға бір рет суреттер салынбады тренажеркадан. Неліктен? Жоқ. Олар өздері ушатканы самодельный. Қолдан жасалған. Жалпан Қолдан жасалған. Кішкене қақпа бар ғой. Иә. Жүгіріп кеп, пас береді, соны соғасың ғой. Сол қақпаның өзін қарасақ, анау трубалар бар ғой, ақ. Су жүргізетін. Сондай трубадан жасалған, мен қарайтын да. Күлетінем негізі. Инстаграмда негізі құрметті көрермендер қарасаңыздар, сондай кәдімгі су жүргізетін үйде анау кішкентай канализация жүргізетін трубалардан жасалған. Иә. Сосын алаңның сапасын нашарлау, иә. Стадионның реконструкциясы жоқ. Ремонт керек қой, ремонт. Ремонт керек қой. Сосын қарсыластар ойынның алдында тренировка жасайды, орда басыға болмайды. Олар биікте. Оларға негізі осы алаңға үйрену керек. Машин алдында тренировка жасап, бір күн бұрын оған дейін тренировка жасап, ешкім рұқсат бермейді. Алаңда аяймыз деп, ешкім тренировка жасамасын деп, осылайша футболшылар тренировка өтіспейді. Өткенде суперкубок арнайы бір КФЛ кубогы болды ғой. Кім Тимирлан Ерлановтың фамилиясымен кім шықты? Самат Жарымбетов. Онда көп болды ғой. Қой енді. Жолдастық кездесулерде Шахбоз Омаровтың Асқар тағы берген шығып жүрді. Қазақстан чемпионы осындай формамен. Карлос Шайзада болып шығып жүрді. Ол түсінікті. Есеға? Осы туралы өзіңіз ойыңыз. Ербол тыңдап отыра беремін ғой. Бірақ негізі маған келіп жеткен ақпараттардың Ерболмен айтқанымен келісетін тұстар да, келіспейтін де тұстары бар. Енді команданың жағдайы осындай екен, тренажеркаға бармайды екен деген нәрселерге мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ бұл жерде команданың негізгі басшылығындағы бір сырт көзге байқала бермейтін төңкерістер болып жатыр бұл жерде. Бұл жерде тікелей мысалы Әбдібаев не мақтап, не жамандаудың да қажеті жоқ. Иә? Өйткені бар ғой, оны уақыт көрсетеді. Ол неге кетті деген мәселе, мен қазір біраз нәрсесін білемін, бірақ ол біраз уақыттан кейін ашылады. Бұл жердегі басты мәселе, Ерекең дұрыс айтып отыр, былтырғы Ордабасының Белсиден қарызынан құтылғаны. Ол таза құтылғаны, иә? Бірақ енді командаға, мысалы өздеріңіз ойланып көріңізші, 35-36 жастағы қарт ойыншылар неге келеді? Олар қайдан келеді? Макаренко бар. Мысалы, осы жолы ешкімге керек болмаған Дембо Дарбо мысалы үшін. Ол неге келеді мысалы үшін, мысалы осындай сұрақтар қойып көрейікші. Сонда ар жағында бір біз кішкене қалай десек болады, өзіміз хабардар ақпараттардың құлағы қылтияды негізі. Ал және Ерекеңнің бір әңгімесін жоққа шығарғым келеді. Маған келіп жеткен ақпарат бойынша
югославиялық сербиялық деп айтайықшы банда дейміз ба жоқ ол келмейді келмейді деген әңгіме естідім. Олар академияның өзіне бар ғой енді. Ол жоқ, оңтүстік академияда мен жұмыс істеп жатыр ғой. Ол оңтүстік академияның Ордабасыға қатысы жоқ былай айтқан кезде. Сондықтан ол мен маған жеткен 100% ақпарат бойынша ол келмейді. Келмей-ақ та қойсын. Және бар ғой, екінші нәрсе, бұл жерде кімнің басшы болатын, жаңа Омарбековті айтып жатырмыз, Ергешевті айтып жатырмыз. Менің ойымша дәл қазіргі сәтте Ордабасыда мынау кандидат деп ешкімді айта алмайды. Көрдіңіз ба? Түсінікті. Сондықтан бұл жерде менің ойымша ешкімді қараламайды, ешкімді жақтамайды, ақырын күтейікші. Өйткені ол қалай дегенде де біздің Чемпиондар лигасының іріктеуіне қатысатын командамыз ғой. Оның тоз-тоз болып кеткені ешкімге керек емес деп айтқан кезде. Дұрыс айтасыз. Енді мен осы тұрғыдан айтатын болсам, жалпы Ордабасы былтыр чемпиондыққа жетті дедік. Бүкіл Шымкент қуанды, оңтүстік өңірі қуанды. Ойбай, бірінші Чемпиондар лигасы келеді, биыл амбициямыз мықты, біз керемет қырамыз деді. Тағы да жаңа хорватиялық ойыншыларды алып келді, екеуін, тағы да қақпашы алып келді. Барлығын дұрыс жасап келе жатты, бірақ сол оқу-жаттығу жиындарынан басталды. Жаңа функционерлері. Былтырғы маусымдағы енді чемпиондық құрамды жинаған деп айтайықшы, 2 функционерді алып тастады. Одан кейін маусымның барысында Седнев бір кетеді екен, өз заявление жаңа өтініш жазыпты деді. Одан қалса Инстаграмда Асхат Тағыбергенмен Бауыржан Исламханның жаңағы ақпарат шықты. Біз еркекше сөйлесіп алдық, барлығын шештік, барлығы дұрыс болады деген. Сосын Седнев қалатын болды, ол кезде жаңа Алиев кеп қалады деген ақпараттар болды. Жалпы биыл осындай Ордабасы үшін сол жаңағы бренд дейміз ғой. Сен чемпион болғаннан кейін сол чемпиондық амбицияңды сақтап қалу керексің. Қазақстан елін осындай чемпиондар лигасында намысын қорғайын деп жатқаннан кейін сол былтырғыдай жүрсек екен деп мен жанкүйер ретінде, жалпы қазақ футболын жанкүйер ретінде қалаймын да. Бірақ дәл осындай сәтте бүкіл былық шығады. Менің ойымша бар ғой, чемпионаттың басталғанына таза 2 ай өтті ғой, үшінші ай өтті. Осы кезде болып кеткен дұрыс. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Жазға шейін барлығы дұрыс болады деп ойлайсыз ба? Дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені бар ғой, ол жерде ол жалғаса беру мүмкін емес мұндай жағдайда. Өйткені былай қараңыз, Бахтияр Байсейітовтің кезінде команда былыққа батады, енді ойыншыларға қарыз болғаны өз алдында, салыққа қарыз болғаны өз алдына мысалы. Соның бәрі мысалы қазір құтылды мысалы былтырғы жыл. Егер құтылмаса, Еркін дұрыс айтып отыр, оны Еурокубқа жібермейді мысалы, ендігі мәселе кәдімгі менің ойымша мынандай ғой, жігіттер. Бізде мемлекетті тонау деген нәрсе қалу керек қой, болды ғой. Және соған кәдімгідей мүдделі азаматтар шығу керек қой. Осы тұрғыдан келгенде мен кішкене Ордабасы тарапына үмітпен қараймын. Неге? Өйткені олар осы былықты осы уақытта шешіп алса, ертең жаман болмайды. Өйткені қараңыз, жаңағы Бауыржан Исламхан футболға енді оралды мысалы. Былтыр 10 матч өткізді, жарақат алып қалды мысалы. Ал осы жолы біз Ерекев Парфеновпен сөйлескен кезде не деді? Ордабасының кейде мына тәжірибелі ойыншылардың қимылына қарап отырсың да, оларға тіпті бапкер керегі жоқ дегенді ойлайсың деді да мысалы. Көрдің ба? Демек жігіттердің дер шағы, нағыз қазақ футболына беретін тұсы. Міне қараңыз, 1993 жылғы ма Бауыржан Исламхан, Асқат 1990 жылғы ма? Енді Асқат асып кетсе 2 жыл мықты жоғары деңгейде ойнайды. Кім 3 жыл 4 жыл ойнайды ғой, болды ғой енді мысалы. Қазір бермесе қашан береді? Сондықтан менің ойымша интриганың бәрі қазір шешіліп, жігіттер шілде айындағы іріктеу кезеңінде сақадай сай бару керек. Және менің ойымша маған келіп жеткен ақпараттар бойынша команда сол тарапта жұмыс істеп жатыр. Бірақ енді лимит қойылады ғой осы жылы. Бір айтып кетейінші Ереке. Сонда да шабуылшы керек сияқты. Шабуылшы керек. Беседин, Дарбо бізді чемпиондар лигасына шығаратын. Садовскийді қатты шабуылшы ретінде қолданбайды ғой. Ордабасы біртүрлі қолданса төменірек қолданады ғой, таза таран қылып алға қойып қоймайды біздің қазақ футболына сай қылып ше. Төменге түсіреді жаңағы пас, көбінесе жаңағы бұрыштама доп кезінде осы екі ойыншы мысалы Дарбо мен Беседин менің ойымша чемпиондар лигасына шығаратын футболшы. Негізі Беседин мықты ойыншы, кезінде жоқ, бір нәрсе айта кетейін. Украина құрама командасында ойнаған футболшы, Киевтің Динамода ойнаған футболшы, бомбардир болған. Бірақ та ол Таиландқа демалысқа барғанда инфекцияға ұшыраған. Осы үзілісте. Әлі күнге дейін сол инфекция кетпей жатыр. Сондықтан да ойнамай қалды. Бірақ та оны әлсіз шабуылшы еді. Таиландта құрметті көрермен қатты қыдырмаңыздар онда. Айтпай қойын оны. Не, малярия ма? Сондай бірдеңке ма? Жоқ, малярия емес, асқазанға байланысты сияқты. Инфекциясы бар. Жоқ, сол инфекцияның арқасында несі қысымы көтеріледі екен. Қысым емес, температурасы көтеріледі екен. Оны ешкім де білмейді. Бір дәрігерге барса, екінші дәрігерге барса, үшінші дәрігерге, ешкім де себебін білмейді. 4-ші, 5-ші директор, дәрігер айтады, инфекциясы бар ол. Сондықтан соның арқасында. Сол үшін ойналмай жүр қазір. Иә. Түсінікті.
Иә. Сосын кейбір ойыншылар кетуі әбден мүмкін. Егер шынымен де сол жалақы лимит қойылса, кейбіреулер 500 мың дейді, кейбір 2 миллион дейді. 500 мың? Иә, Айына 500 мың Иә. теңге? Иә. Негізгі құрамның ойыншыларында ма? Иә. Мүмкін жас ойыншыларға? 500 мыңда бізде Қазақстанда футболшылар ойнамайтын сияқты ғой. Бұйрығы ғой енді. Футболды түсінбейтін, қақпайтын адамдар. 500 мыңға негізгі құрамның ойыншылары ойнамайды ғой? Ойнамайды ау. Сондықтан да олар міндетті түрде FIFA-ға арыз жазып кетуі әбден мүмкін. Оны ешкім де түсінбейді. Иә, футболға араласатын саясаткерлер, әкімдер қаншама араласады, былықтарын бәрін бүлдіреді, сосын құрдымға кетеді, қарыздар пайда болады. Қаншама нені көрдік қой, Ақтөбедің, Ертіс дейміз, басқа командаларды дейміз. Сондықтан да шынымен де футболды сүйетін, білетін адамдарды қою керек. Әсіресе басқа командаларда коррупциялық проблемалар шықпаған саясаткерлерді қою керек. Осының салдарынан, мысалы, Әділет Барменқұлов, Қазақстан футбол федерациясының президенті, шынымен де осындай бір курс арнайы ашыпты. Бірақ та сол курстың қатысушылары кім? Тіркелгендер. Иә, басқа командаларда қарызға командаларда алып келген саясаткерлер отыр, парақошылар отыр. Бәрі емес, бірақ та кейбіріне. Сонда кімге ашты? Шынымен де жастарға мүмкіндік беру керек. Иә, жастар келсе де бәрібір кейбір командаларда пара алатындар көп. Договорына келісілген матчтар ойнайтын саясаткерлер көп. Негізі өте қиын табу. Жақсы бір маманды. Шынымен де директор лауазымына, директордың орынбасарына лауазымына, білмеймін. Өте үлкен күрделі бір мақсат. Яғни сіз Ордабасының болашағына аздап күмәнмен қарайсыз. Есеға, жазға қарай барлығы дұрыс болады. Бұлар осы жаңа енді айтамыз ғой. Сыздауық дейікші. Басынан бір ойып, түбімен өзегімен алып тастады деп жатса, Есеған сөзіне сенсек. Футболда ұсақ чектер болмайды. Футболе не бывает. Шынымен де бүкіл қолайлы жағдайлар жасау керек. Мысалы, Астананы бәріміз білеміз. Астанамен бір қалада тұрамыз ғой, көреміз ғой. Бәрін шешіп тастады. Раздевалка болсын, мейлі жаттығу болсын, мейлі форма болсын, бәрі тап-тайын. Егер шынымен де осы Ордабасыға жақсы бір менеджмент келсе, сонда ғана бәрі тәуір болады. Біресе ақы жоқ, біресе жалақыға лимит, біресе осындай қысым көрсету, біресе Седнев кетеді дейді, қалады дейді. Сосын тағы бір айта кетейін, Седнев больницаға түсіп кетті ғой, мысалы. Соғанға дейін жетті ме? Иә. Соны неге ешкім айтпайды? Ол қалай сонда? Жүрегі ауырып, давление болып па, әлде жай үшін ауырып қалды ма? Қысым көтерілді. Мен оның фанаты емес, менің достарым, араласпаймыз да. Бірақ та ол шынымен де контракт жүзінде ол бас бапкер. Оның жұмысынан арыспау керек. Мен өзім Қазақстан құрамасында бірнеше жыл бойы медиаофицер болдым. Олардың жұмыстары ешқашан араласпады. Себебі шынымен де көрдім, футболда ұсақ тектер бәрін шешеді. Сондықтан да матчтың алдында да, матчтан кейін де көбінесе көп сұрамаймын ғой, сұхбат керек, көрсетпеймін. Футболды түсінетін адамдар осындай детальдарды білу керек. Сондықтан да осының салдарынан кесірінен қысым көрсетіліп, Александр Седнев больницаде шығып кетті суы. Түсінікті, иә. Десек те енді Ордабасы командасының алдағы жағдайы барлығы дұрысталады, барлығы шешіледі деген үмітпен қарайық. Себебі тағы да айта кетейін, мен бұл жерде енді қандай да бір ақпарат немесе анаумен бірдеңке екен емес. Бұл жерде қазақ футболы осындай дүниелер үшін зардап шекпеу керек. Себебі бізде алдымызда Чемпиондар лигасы бар, бізде бірақ жолдама, одан қалса жаңағы УЕФА кестесі бар, таблица, коэффициенттер кестесі бар. Оған да ұпайын керекті алып береді деген ойдамыз. Ордабасы. Айбол Әбікен, келгені де сол жаңа функционердің арқасы дегіңіз келіп тұр ма? Екінші рет. Яғни сонда Ордабасыға сенсек, сол функционерлердің арқасында ешкім сенбеген ойыншылардың бірақ кезіндегі потенциалы мықты. Мысалға Бауыржан Исламхан дәл сол жағдай. Айбол Әбікен дәл сол жағдай. Екеуі де мықты ойнады Қайратта, екеуі де ұсталды және екеуіне де екінші мүмкіндік беріп отыр. Тұңғышбаев та біресе ойнайды. Сүйінбаев та көбінесе айтады, жас келіп қалды, бірақ та Сүйінбаевты алды ғой. Өткен жылы өзін көрсетті ғой. Осындай футболшыларды алыпты. Айболды негізі Хан Тәңірі, Қайсар шақырды, қателеспесем, басқа командалар шақырды. Солтүстік командаларды шақырды, қателеспесем. Нақты білмеймін, жеңіс па, тобыл ма. Бірақ та ол Ордабасыда. Хан Тәңірі деп кеттіңіз. Аслан Дарабаев Алматыдағы. Жоқ, білем, Алматыдағы екен. Аслан Дарабаев не болатын болды?
мен естігем Асландарбай хан тәңірмен клубсыз. иә әзірше клубсыз ғой, бірақ осы маусым басында хан тәңірмен болды келісімшартқа уже қолының жартысын қойып қойыпты деп естіген едім да. Мүмкін солай, бірақ та оны жеңісте шақырды, Ақтөбеде шақырды қателеспесем. Аслан Бірақ та сияқты ойыншы негізі бармапты, ойнау керек қой біздің ойнау керек. Егер де қазір ұнамаса, футболдан кету әбден мүмкін ғой. Ертең ешкім келді жазда оралып қалады деген ойдамыз кім Монкенді 2 жыл ешкім шақырмады. Тек қана Никитенконың арқасында футболға оралды. Ертең де Дарабаевты ешкім шақырмаса ше мысалы. Түсінікті. Енді Ордабасының қазіргі әл-ауқаты туралы айттық. Енді бұл жерде тағы да көрерменге айтайық. Арнайы бір ойынға тоқталып, ол ойынды айтпақ қояйық, себебі жалпы жағдайлар туралы. Астанаға келетін болсақ, Карлитос осы жақында ақпарат шықты ресми парақшасынан. Карлитос кетіп қалды деді. Маусымның басында көптеген ақпараттар шықты. 300 мың евроға керемет шабуылшыны испандық, сол жаңа грекиялық па, кипрлық па, командадан алып келе жатырмыз. Ламиядан. Кім Загоев ойнаған. Мықты топ форвард болады, бұл керемет деңгей көрсетеді деді. Сосын келді, ойнады. Ақпаратта былай айтылды: Қазақстан футболының ерекшелігіне бейімделе алмаған соң бұл ойыншы кетіп бара жатыр деді. Одан кейін тағы да ақпарат шықты. Жалпы осы медиа кеңістікте жүрген баға, яғни 300 мың евро деген, ол еш шындыққа жанаспайды, ол жақын сома емес, біз одан аз бердік, және қалай деді, Карлитос соның жартысын бір айлығынан бас тартады деді кеткен үшін. Енді мен бұл жерде де сұрадым, қалай болды жалпы дегенде, Карлитос бапкерге келіпті, Бабаянға келіп айтқан екен, осылай мен шынымен де үйренбедім. Енді көптеген де әзілдерде жүр, киім ауыстыра бөлмесінде туалет жоқ, командада ойнай алмаймын деген деп айтыпты дегендей. Ол туралы енді ешқандай ақпарат бермеймін, бірақ бас бапкерден сұраған, мені жіберіңіз деп. Бас бапкер келісіп, солай келісімшартты бұзуға бел буған екен. Сол туралы Есейға жалпы осындай ойыншылар, енді Карлитосты мен қырғын бір ойыншы деп айталайын десем де ойынын көрген жоқпын, көріп те үлгерген жоқпын. Мүмкіндіктер болды, бір-екі гол соққан жоқ, сосын Қарағандыда қабырғасын сындырып алды. Одан кейін бір ойын ба, 2 ойын ойнады, сосын кетті. Бірақ енді айтылған ақпаратқа келетін болсақ, карьерасын жалпы мансабын қарасақ, көп гол соққан осындай ойыншылардың келіп біздің Қазақстанға ойналмай, дәл осы алаңның сапасының төменділігінен, немесе қандай да бір киім ауыстыра бөлмесінің нашарлығынан келіп кетуі қашан жалпы аяқталады деп ойлайсыз? Және аяқталады ма ол жалпы? Сол Карлитостың деңгейде ойыншылар келіп біздің жас қыран сияқты стадиондарда былай айтқанда есеңгірек болған ғой. Масқара осындай жерде хан тәңірдеңіз. Жоқ, жас қыранда да ойнады ғой, жетісумен ба? Жас қыранда біз ойнап жүріп қой, сөзің шыны керек медиа лигада. Ол жерде кімнің өзі, Бауянның өзі таң қалып отырды ғой. Біз қалай ол жерде ондай жерде ойнаймыз, біз масқара ғой деп ше. Мысалы, ол Карлитостың орнында кез келген өзін сыйлайтын ойыншы болса, ол қиын да, ол шыны керек. Карлитос ол көзірі бар ойыншы ғой, ол кез келген лига барса, жоқ дегенде Испанияның сегундасында ойнай беретін ойыншы ғой, оған сегундасында ойнай беретін ойыншы. Сондықтан менің ойымша бұл өзі үшін дұрыс шешім қабылдаған сияқты көрінеді да бұл тұста. Бірақ енді мынаны қараңыз. Бізде қазір легионерлерге лимит жоқ, иә? Сондықтан қазір біздің клубтар ананда мынанда тартып көріп жатыр да. Жазда осы легионердің бір ғой, бәрі бір шамамен бір 30% демей қойын, 15% қайтып кетеді осылар. Қайтып кетеді деп ойлайсыз. Кетеді. Өйткені бұл біздің, мысалы, қараңыз, Тобыл қазір таза легионерлерге сүйенген команда. Чесноков пен Топалов, Покатилов болды ғой. Покатилов пен Чесноков деп қойған, Топаловтың өзі де мысалы. Асранқұлов дейік онда. Асранқұлов. Ақтөбеде мысалы, Қасым, Шацкий, Самородов, Оразов та қосалды. Оразов, міне көрдіңіз бе? Сондықтан бар ғой, бұл сондықтан менің ойымша қашанғы жыртықты легионермен жамайды мысалы. Мысалы, Тұран деген команда қайта айтамыз, 10 легионер шығарады да, бүкіл қазақстандық ойыншыны қосыл құрамын қоя береді мысалы үшін. Елімайды бәріміз мақтап жатырмыз, жақсы, ой, мықты анау. Оның тағдырын кім шешіп жүр мысалы үшін? Садат Тюб шешіп жүр. Никита Корзунов сол кубокта шешіп жүр мысалы, қарасаңыз, әйтеуір қақпаға Кавлиновты қойып, Пресик Лаванцевті қойып, Габышев броинға шықты деп әйтеуір алақан соғып бүйтіп жатыр. Былай қарасаң сол. Персух қол соқты. Персух қол соқты. Мен мысалы алақанды бөркімді аспанға атып отырдым мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Егер қазақстандық футболшылар бізді сондай бір эпизодтармен қуанта беретін болса, онда сіз кешіріңіз. Біз ұлттар лигасында бізге нан жоқ. Соның біз легионердің несін зардабын шегеміз бұдан.
бірақ менің ойымша енді легионерлердің лимитін алып тастау керек деген бұрынғы 7-4 дегенге қайтып келеді деп ойламаймын. Бірақ негізі енді алатын болса жаңағыдай Карлитос сияқты емес, қашып кетпейтін, қазақстандық реальностқа, шынайы өмірге бой үйрете алатын, кәдімгідей психологиялық тұрғыда берік ойыншылар келу керек те. Менің ойымша бұл жерде осы келіссөз жүргізген кезде жалпы енді білмеймін ғой, презентация бірдеңке көрсетіледі ғой енді ол жерде де ше. Мынандай алаңда ойнайсың, мынандай жағдай жасаймыз, пәтерін жауып береміз, айлығың мынанша болады деген. Ол жерде біз сияқты отырып сөйлеспейді ғой. Иә екен деп сөзбе-сөз келе бермейді ғой. Сол жерде Астана аренаны көрсетіп қойған сияқты да менің ойымша. Біздің негізгі алаңымыз осы деп ше. Кішке биткен шығар. Жасанды алаң, соған шыдасаң болды деген шығар енді. Мүмкін бәрі. Негізі Хан Тәңірінің алаңын жаман деп, нашар деп айта алмаймын. Жоқ, алаңы жақсы. Бұл жерде Хан Тәңіріге емес, басқа да алаңдар бар ғой бізде жаман. Иә. Басқа қонақтағы үйлерде. Жоқ, Хан Тәңір стадионында мен ештеңе айта алмаймын. Өзім бірнеше рет болдым. Футбол көрген, Есияға бізде екеуміз де болдық қой. Футбол көруге өте ыңғайлы стадион. Футболға арналған деп. Иә. Бір трибуна соғып берсе, ар жағынан тіпті керемет. Қарағандыға барды, Жасқыран стадионында ойнады. Қарағандыға 2 рет барды қателеспесем. Жеңіске қарсы бір рет ойнады. Сол алаңды 2020-да төсеп қойды. 4 жыл өтті. Қарағандыға Негізі федерацияның рекомендациясы бойынша әр 3 жыл сайын ауыстыру керек. Яғни бір жыл асып кетті. Бірақ та Павлодардың стадионын қараңыздар. Алаңын 2016-та төсеніп тұрған алаң ғой енді. 8 жыл өтті, бірақ та әлі күнге дейін ойнап жатыр. Неліктен облыс спорт басқармасы заявка беріп, әр 3 жыл соны алаңда ауыстырмайды екен. Мысалға анау. Себебі футболды түк қақпайтын адамдар. Жасыл мейлі. Жасанды алаңда футбол ойнайсың ғой. Иә. Сосын жаңағы бутсыңды киіп шешіп жатсаң, ішінде 1-2 шөп жүреді ғой, жаңағы жасанды резинкасы. Резинкасы жүреді, аяғыңа кіріп кетіп бәле болады ғой. Сосын бір алаңдарға барасың, кілем болып жатады кәдімгі. Кәдімгі кілемнің үстінде бутсыңмен сырғанап жүресің. Сондай болып кеткен алаңдар деңізші. Болады. Қызылорданың алаңы, ол күннің астында несі қалды мысалы үшін? Ол да несі тесіктері бар. Бірақ мен сіздерге бір кішкентай ақпарат айтып өтейін. Негізі енді бізде Қызылордада жаңа стадионның несі алғашқы қазығы қағылды ғой, иә? Енді сондай жаңалықты біз жақында Шымкенттен де естіп қалдық. Жоқ, Шымкенттен атыраудан жоқ, бір қызығы анау сол видеоны көрдім де, алғашқы несіне қалды. Әкім, по-моему, қателеспесем Асхат Тағыберген болды, иә? Кетороймен жүрді ғой. Бір кісі ана жерде түсірмеңдер. Неге біз осындайды қашан қоямыз деймін да. Бір андай үлкен лауазымды шенде кісілер бірдеңке жасап жатса, кез келген адам келіп, оны ұялы телефонға түсіре алмайды деген. Енді ол жақсы дүние ғой, стадион салынып жатыр. Неге оны керісінше көп түсіріп таратпасқа? Соңына дейін жеткізе ала ма? Осындай сұрақ қою керек. Жеткізеді. Дұрыс, шынымен де стадион бола ма? Кезінде Ақтөбеде кирпичный неде микрорайон ба 2013-те 14-те Ақтөбеде біраз болды айтып жүрген, орны белгіленіп қойған деп. Иә. Жоқ, мен оның 2 жыл бұрын сол орында бір тәртіп басталған құрылысты айтам. Кетпесе. Иә. Басталды. Бірақ та соңына дейін ешкім жүзеге асырмады, иә. Не болса да көрейік. Былай қараңыздаршы. Бұрын ондай ештеңе жоқ. Қазір осы көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер ойыны Астанадан дайындап жатыр деген кезде, ұлттық құрама Алматыда ойнамауы мүмкін деген ақпарат шыққанда, федерацияның өзі айтты ғой, Астананың газонын төсенішін біз жасап берейікші, өзіміз тегін төсейік. Енді не керек? Ал енді Астана аренаны қараңызшы. Еліміздің басты 30 мыңдық адам, ол және аузы мұрны шыққан кезде де өзіміз сол жерде отырғанбыз мысалы. Төбесінен қарап. Енді бар ғой, сол жерде кім ойнамайды? Бүгін Астана ойнап кетсе, ертең ана бірінші лиганың командасы, одан екінші лига, одан ана кешке арендаға беріліп жатады ғой. Иә, арендаға беріліп жатады. Одан не қалады ағатай енді айтыңызшы. Сосын бір нәрсе айта кетейін. Шынымен де Астана аренаның алаңы бірінші жыл болғанда Қазақстанда Астана аренада ойнадыңыз? 10-15 рет ойнадым шынымен, кем дегенде. Шынында да бірінші жыл Астана аренаның алаңы Қазақстандағы ең үздік алаң деп айтуға болады. Тек қана бірінші жыл. Бірақ та федерацияның алаңдары сапалы деп айта алмаймын. Анау арнайы бір бағдарлама арқылы төседі. Алаң деген ба? Алаң төсеп тастайды. Бірақ та ол ғана жастарға, жасөспірімдерге арналған алаң жақсы. Еуропа лигасы, чемпиондар лигасына, ұлттық құрама матчтарына жағымсыз, иә, ойналмайды. Сонда олар қай алаңды төсеуге дайын? Мен сондай сұрақ туындап тұрмын. Астанаға неге табиғи төсеніш төсемейді десек, күн суық дейді.
күн суық дейді. Жарайды, күн суық болсын. Данияда да жүр ғой ойнап. жоқ енді алысқа бармай ақ қойықшы. Өзбекстан ба? жоқ мына орынбор, шынымен де болмайды. Ресей ма? орынбор, мына Екатеринбург олардың табиғаты бізден қатал ғой. Жоқ, анау төбесі жабылады. Одан қалса анау шөптердің қазір бар ғой көптеген стадиондар сары бүйтіп. Күннің рөлін атқарып тұратын мамандар құрылғылар. келді ғой, вентиляциясы жоқ дейді, арнайы бір нелері ана жақтан Дренаж дегендер ма? дренаж деген бұл. Жоқ, ақыр қазып жатыр ғой, соны қазір неге арнайы бір жасамасқа? кешіктер болу керек, жел крема бір деген. Неге Иә, соны керек жасамасқа? деп Ақыр қазып бітсін шығарып А, жатыр. 2014-те мен федерацияда істегенде үлкен бір ірі саясаткер шынымен де осындай коммерческий предложение жасапты. Бірақ та табиғи алаң ба? иә, табиғи алаңда. Бірақ та соны Әділбек Жақсыбеков естіп сөгіс жариялады сол адамға. Осындай неге қалай Қоғамда дәтің сөгіс барады керек дейді, оны ауыстыруға болмайды дейді, білмеймін ол жағын. Осындай сыбыстар Жоқ, былай тарады қараңызшы федерацияның өзінде. былай қараңызшы, сол Астана арена тұрғанша Целиноградта, кейін Астанада Қажымұқанда ойнап келді ғой жұрттың. Табиғи алаңда ойнап келді де. Павлодарда 2002 жылы ертіс чемпион атанған кезде біз Алматыдан бір топ журналист пойызбен барғанбыз. Сол жерде мұз болып жатқан алаңның өзін дайындап қойған. Одан бері мен Қарағандының стадионына да өз көзіммен барып көрдім. Газон тәп-тәуір болатын. Кәдімгі Былғары доп дейтін түрін жүреді ғой. Сол кезде мен финал соның қасында қосалып қалдым деп мен арнайы барып көргем. Қазір бәрінде жасанды алаң. Сол қазір Таңғалымды сол. ойлайтын сияқты, андай жасанды алаңды ауыстырған басқа жағынан да бір пайдасы бар, яғни 3 жыл сайын ауыстырып тұрған тиімдірек дегендей. Бірақ әлемдік футбол клубтарын қарайтын болсақ, жыл сайын табиғи алаңдарын ауыстырады. Яғни жылдың соңында кесіп тастайды, жаңа көтеріп алып тастайды, шым деп айтады ғой, бізде білмеймін. Шымкент жақта шым деп айтады, жаңа әкеп қойып, бізде де шым ғой. иә, сосын ол өсіп кетеді ғой. Сол сияқты қылып олар да қырып тастайды, қайтадан қояды да жаңадан сол көгал төсейді. Олай да жасауға болады ғой. Ол жақтан да енді көргің келіп баратса көруге болады ғой деген әңгіме ғой. Алысқа бармай қойшы, өзіміздің орталық стадионның мысалы ше. Мына қазіргі газоны мысалы. Қандай жақсы. Және ол агрономды сырттан алдырды ғой, енді Боранбаевтың несі жетеді. Украинадан алдырды. Мысалы, қазір біздің агрономдар соны күтетін жағдайда мысалы, иә. Және футболшылардың бәрі рахаттанады да сол. Ой, бір демалып шығады ғой шынында да, иә, мысалы, иә. Және сол ана ескі алаң, ескі 50 жыл тұрған төсенішті газонды алып тастағаннан кейін мынаның сапасы бірде-бір төмендеген жоқ қой. Бір тек сарғайған жері жоқ қой, Құдай сақтасын, иә. Былай айтсаңыз. Демек істей алады деген сөз ғой. Енді Алматының жайлы климаты оған мүмкіндік беретін шығар, бірақ неге басқа жерге де істемеске мысалы? Сол Жетісудың алаңы, сол сол Тараздың алаңы, сол аяғың батып кетеді мысалы. Алматы, Жетісу, Тараз дегендердің климаты бір-біріне жақын ғой. Иә, Қатты бір өзгеріс жоқ. Мысалы, Талдықорған не Алматы не екеуі бір ғой. Бір ғой, бір. Арасы жарты сағат, бір сағат жаңбыр келсе де, қар келсе де. Иә. Сондықтан мен бұның бәрі сылтау деп ойлаймын да. Сылтау, және Ерекең айтып отырған дұрыс. Бұл жерде футболды білмейтін адамдардың ойыны ғой, былай айтқанда. Енді алаң туралы мәселені әрбір подкастта айта береміз. Десек те қайтадан құрамдарға оралатын болсақ, Тобыл футбол клубы 7 турдан кейін әлі бірде-бір жеңіліс тапқан жоқ. Көш басында тұр. Жалпы Тобыл өзіңіз жақында Бәрде милит шүрс, иә. Кончельскийспен барып, сұхбат алып, жаңа біраз резонанс тудырдыңыз, сұхбатыңызды көріп шықтым. Тобылдың мәселесі. Бұл сол легионерлер ма, әлде легионерлер мен Чурчичтің керемет тандемі ма? Қалай ойлайсыз? Мен бір нәрсе айта кетейін, және де түсінбейтін жерлерім бар. Егер де осындай үлкен бір хайповый сұхбаттар жасасам, бірден адамдар звондайды. Кім тапсырыс берді, кім ақша төледі, деп Құдайға шүкір, паримаштың арқасында осындай бір мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан осы компания үлкен бір алғысым шексіз, иә. Өзім барып келдім, өзім түсіріп тастадым. Кезінде желтоқсан айында бізді Нұрсұлтан Құрман екеумізді лақтырып кеткен. Иә, Астанаға келмеген. Бірақ жарайды, мейлі, екінші рет міндетті түрде өзім барып тәуекелге барып Мұхаммед Тоғыр келіп. Сондықтан да кім белгілі бір атақты комментатор арқылы Әлімжан Қалдияров байланысқа шықты. Кім тапсырыс берді дейді, Ербол Қайыров қандай адам өзі, айттым. Жоқ, тікелей сөйлескен де жоқ біз. Жай ғана осы әріптесім арқылы жауап бердім. Ешкім де тапсырыс бермеген. Мысалы, мен үшін ең маңызды бір нәрсе ол цифрлар. Просмотр саны, хайп. Егер адамдар қараса, бұл маған сол жетеді.
мен де ойланып қалдым, егер шынымен де Андрей Кальчевский осыны айтса, бүкіл ашшылықты айтса, мейлі кім, Әлімжан Қалдияров болсын, мейлі Астана клубы жайында немесе келісілген матчтар жайында мейлі шықса, мен үшін өте жақсы. Себебі цифрлар үлкен болады. Және де осы әріптес арқылы мен айттым, подкастқа келіңіздер. Санжар Сейтқазынов екеуіңіз осындай сұрақтар қоямын, болды. Келем деді ме? Бейсенбіден бастап өзім байланысқа шығам деді. Бүгін жұма, әлі күнге дейін ешкім байланысқа шықпады. Құрметті көрермен, егер де келіп шығып жатса, онда жалпы жақсы бір мысал бар ғой, мынадан дыбыс шықпайды, мынадан дыбыс шығады дегенше. Bir тарап тыңдадық, екінші тарап тыңдауға керемет мүмкіндік болады деген ойдамыз, иә? Соны айтам. Себебі маған ешкім ақша берген жоқ. Шынымен мен үшін өте бір қызықты тақырып, иә? Канчельский өз ойын айтты, шындықты айтты, бір суретін көрдік. Шынымен де тобылдың офисінде ақшамен отырып, иә, көрдік тастық. Енді Әлімжан Қалдияров өзі жауап берсін. Үндемей отыр, көбінесе адамдар сене бастады. Демек, Канчельскийдің айтқаны рас. Осы жерде мен бірдеңе қосып кетсем бола ма? Иә. Осы бізде енді подкаст түсіріп айтпай жүрміз ғой. Тетті бір команданың атына бір сын айтсаң айтады, саған кім ақша төледі дейді. Мысалы мен 50 жылға жуық өмір сүрдім, иә? Ешкімнен бір тиын алған жоқпын. Жоқ, мысалы сұмдық фанатыңмын деп маған бір адам келген жоқ, иә? Мысалы үшін сұмдық сенің төбеңе ақша құйып тұрса, бір адам келген жоқ. Таза энтузиазм ғой біздікі. Біз былай айтқан кезде жалаң аяқ жүрсек те, осы қазақ футболына бірдеңе болсыншы деген әңгіме ғой, мысалы, иә? Және бізде бір жақсы нәрсе бар да, мысалы, біз айтпасақ кім айтады деген нәрсе бар да, иә? Мысалы, ол бүйтіп жастықтың астына тығылып отыра беруге болады. Мысалы, мен статистикамды санап, тағы бергеннің мұнша голы қалды, 100-ге дейін, кім Серікжан Мұжықов 51-ші голын соқты деп айта берсем де мен ақпарат табамын да, мысалы үшін. Біз неге соны жан ұшырып айтамыз? Былай айтқан кезде Құдай адалдығынан айнытпасын. Иә? Оны тереке және айтқан ел айта берсін. Соны айтамын. Есеға дұрыс айтасыз. Жалпы бұл жерде біз енді ойымыздың барлығы сол қазақ футболының мән-жайы туралы айту ғой, және көрермендерге де жеткізу. Соны көріп тұрғаннан кейін, біліп тұрғаннан кейін шетел демек қояқшы, Өзбекстанға қарайықшы. Хума арена дегені қандай керемет арена, иә? Мына кешегі жастар олимпиадаға жолдама жатыр. Ертең осы жастар сосын бір-екі үлкендері, Эльдор Шамуродов сияқтылар әлем чемпионатына жолдамалады бұлар әлі. Бұлар оған жақында тұр. Жақындап қалды ғой. Жақындап та қалды, оған алады ресми түрде. Сол кезде біз бүйтіп, деп бүйтіп. Және олар бар ғой, инфрақұрылым мақтан алады ғой. Иә, сол айтып сол Хума арена деген Ташкенттегі ананы қарап тұрсаң, бір сол мен Альянс аренада болып білмеймін, сырт соған ұқсайды, кәдімгі керемет анау да. Неге бізде ондай жоқ дейсің да? Жоқ. Біз неміз кем мысалы? Біз неге кем? Бізде андай ғой жаңағы біртүрлі беговой дорожкасымен міндетті түрде сол жүгіретіндерге де басқа жақтан салып беріңдерші. Оларға 3000 адам жетеді. Мен бір Қазақстанда жүгіруге бір толық стадион жинап жатқан адам көрген жоқпын. Енді кешіріңіз, Ғұсман Қосановтың мемориал өтеді, иә? Қазақстан чемпионат өтеді орталық стадионда. Барсаң деген сол бапкерлерінен басқа ешкім отырмай ғой. Сол жоқ жүгіру, ойбай. Жүрші, ертең жүгіру болады екен. Мен саған билет алып қойдым деп мен бір досым шақырған жоқ осы уақытқа. Мен де ешкім шақырған жоқпын. Футболға арналған стадион салсақ, көп емес. Бізге 20 мыңдық стадиондар әзірге керек емес. 10 мың мынадан. 10 мың таза футболға арналған, бүкіл жағдайлар жасалынған, раздевалкасы болсын, киім ауыстырар бөлме, жаңа бапкерлердің отыратын бөлмесі, машинелер қоятын, жаңа УЕФАның стандарты бар ғой, 10 мың. Люксембургтағы стадионды айтыңызшы, қандай әдемі стадион. 10 мың адам сыйдырады, ана стадионның кез келген нүктесінен футболды ортасынан отырып көргендей боласың ше. Былай қарапсаң, ана стадион бір жұртқа қашанғы тамсанып жүріп жүрген. Сол осы мен жоқ, басында мен осы салаға енді келіп жүрген осы ерекеңдер сіздер айтатын ездер ғой, мен неге бұл кісілер бүйтіп шағымдана береді дейтін едім да. Өзім ары бері шығып көргеннен кейін ана стадиондарды көремін да, мен шынын айтамын, жынданамын да. Мысалға, ертең Құдай қаласа Ордабасы тобыл ойынына барамын. Сол жақтан влог түсіремін. Ордабасын мысалға қонақ команданың жанкүйері қақпаның артында отырады. Ана жақтан ойын көру мүмкін емес. Сен жай ғана айқайлап қайтасың о жақтан, деп. Ойында ар жақта қақпада не отқан тіпті көре алмайсың ше. Сондай сәттерді қарайсың да, неге бізде бір стадион салынбасқа деп сол қынжылатынымыз да сол ғой. Енді қайтадан стадионға кетіп қала береміз ғой. Клубтарға жоқ, айналып келгенде инфрақұрылым жанымызды ауырта береді ғой.
тобылдың енді сол жеңілмеген туралы айтайықшы. Осылай ары қарай жүре алады ма? Мүмкін бұл қазақ футболындағы байыр болып кететін шығар. Суперкубокты алды. Чемпионатта бірінші орында келе жатыр. Кубоктың кеше жартылай финалына шықты. Және тағы бір кубок бар ғой бізде. Лига кубогы қосылды. Еврокубокта Европа лигасы бар. Европа лига ғой. Европа лига. Бәрі де Миличурчичтің арқасында. Оны жұмыстан шығарып жібереміз деді. Шығарып жіберді ғой. Инстаграм арқылы. Соны түсінбеймін. Шынымен де футболға араласатын саясаткерлер, адамдар, бейтаныс адамдар, бөтен адамдар көп. Келеміз, көреміз, бәрін айырып тастаймыз, ақша құямыз, ақша жасаймыз деп, қалтасына саламыз деп айтатындар қаншама, Осылайша осы адамдар келді де, басқа клубтарда жұмыс істеді, не бітірді? Каспийде, Астанада, қаншама қарыздарын көрді. Сондықтан да Миличурчич бәрін жасады. Трансферлерін шешіп тастады. Басқа адамдар көмектесті, бірақ та осы футболшылардан команда жасақтаудың өзі қиын. Өткен жылы конференция лигасында керемет ойнады. Чемпионатта әлсіз ойнады, бірақ та футболшылар шаршады ғой. Біресе Еуропаға ұшып, сосын қайтадан ұзақ ұшты ғой. Өзім де шаршаймыз. Және нені де назарды да сол УЕФА конференция лигасына аударды ғой, негізі сөздің шыны керек. Әйтеуір маусымның соңында Қазақстан кубогын жеңді ме? Жеңді. Сондықтан да Миличурчич бәрін дәлелдеді. Шын айтсам, мен де сеніп едім осы бапкерге. Бірақ та жазда өзім көре бастадым. Керемет бір жақсы бір маман. Ислам Чесноковты қалайша ашты, біз үшін. Роман Насроллаевты қалай ашты. Бірнеше футболшыларға сенім артып, Игорь Ивановичті ашты қайтадан Астана сапында. Дұрыс айтасыз, өте осы сөзбен келісемін. Нашар болса да тобыл сапында ашылды. Сондықтан да бұл тек қана бапкерлік штабтың, футболшылардың ғана жұмысы жемісі болды. Ойыншылар алып келген кезде жоқ деп ойлайсыз ба? Енді сөзсіз Давид Энен болсын, Эльмесау. Соневті айта алмаймын. Адамдар бар ғой. Ойнап жүрген жоқ. Миладинович, Индияе, жақсы легионерлер келді ғой. Ол сол жаңағы клуб басшылығының еш қатысы жоқ. Өздері іздеді ма сол футболшыларды? Функционерлер алып келді деп ойлайсыз ба? Функционерлер, әртүрлі адамдар. Чорчичтің ағасы. Кеңес берді ғой. Байланысы бар ғой. Әрине байланысы бар. Шынымен де. Түсінікті. Исеға алып қосарыңыз? Менің ойымша тобыл бәрібір ұтылады ғой ол. Жоқ, ол маусымды біздің Қазақстанда ұтылыссыз өткізу деген емес. Жоқ, жаманшылық тілемейсің ғой ешбір команда. Бірақ былай енді бір қызығын қараңыз, турнир кестесіне қараңдар, бір команда соншалықты мойны озық деп айта алмайсың ғой. Сол тобыл жеңілмеген күннің өзінде 3 ойында жеңді, 3 ойында тең ойнады ғой. Енді 3 ойында тең ойнады деген сөз, сен таза 6 ұпаймен айырылып тұрсың деген сөз ғой. Оның өзі мысалы қарасаңыздар, демек тобылмен тайталасатын командалар бар деген сөз. Жеңістің өзі қонақта ұпай алып кетті. Ұпай алып 1-1 болып кетті мысалы. Ақтөбе жақсы келе жатыр еді, ол мысалы сүрініп қалды мысалы, болмайтын жерден сүрініп қалды. Сондықтан менің ойымша ол болады. Енді байыр болып кету үшін ол үшін бір Хаби Алонсо сияқты бір гений керек қой. Шынында да 49 матч жеңілмеу деген енді сұмдық нәрсе. Түсінікті. Қайрат футбол клубына келейік. Жалпы мен енді Алматыда тұрғаннан кейін Қайрат футбол клубының ойындарын барып, қолым бос кезде орталық алаңға. Енді мен де Алматыда тұрып жатырмын. Сіз негізі астаналық деп айтуыңыз қиын, осы жылдан бастап сіз 70% Алматыда жүрсіз. Көкшетауды мүлде ұмыта беріңіз. Көкшетауға вообще қатысым жоқ. Сол Алматының орталық стадионына барып ойынды қарап тұрам. Кирилл Кекер команда қиын кезде жас ойыншыларды алып алды, оларды керемет бір деңгейге өткізді. Бірақ мен осы маусымның басында айтқан едім, егерде Кекерді жібермесе қиындау болады деп. Себебі әрбір пресс-конференция сайын, ой, менің ойыншыларым жас, біздің балаларға қараңыздар, жас. 3 жыл болды ғой сөйтіп айтып келе жатқаныңа. Әлеге сөзіңе сөз қосам ба? Сол жас балалардың өсетін уақыты болды ғой. Соны айтып отырмын, 3 жыл болды Кекердің бапкері. Мысалы Қасаболат 3-ші жыл негізгі құрамда ойнап жүр мысалы. Әділет Сәдібек құрамаға ілініп отыр. Мысалы, солар ерлік көрсететін жасқа жетті ғой. Мысалы, керек емес команда ойыншыларды шығарып жіберіп жатыр мысалы. Және ең қызығы олардың орнына топырлы легионерді алып жатқан жоқ. Бірақ енді мысалы кім Еркебұлан Сейдахмет мысалы 5-ші жыл ойнап жатыр Қайратта. Ол жергілікті жұлдыз деңгейіне көтерілді ме? Көтерілген жоқ қой мысалы. Сол бір баяғы деңгейде қалып мысалы сол аяғымен жақсы соғатын ойыншы. Қалып қойды ол. Қалып қойды мысалы. Әрсен Боранжиев жарақатынан кейін ол да мысалы қарап қалып қойды. Тағы кім бар? 2 қапталда кезек шығатын көргенмен Ткаченко. Бір жақсы шығып еді қазір. Былтыр Шөрев жақсы ойнаған еді, биыл қайтадан жоқ. Зарияға ұтылып отыр мысалға.
мысалы көрдіңіз ба? Бұл жерде сол Қасаболат, Садыбеков, Устименко деп айтайықшы. Негізгі жаңағы Устименконың да мысалға жақсы қақпашы. Бірақ аздап психологиямен жұмыс жасау керек. Жоқ, қайта кішкене жақсы болып қалды алғашқы жылдармен салыстырғанда. Жанып кетеді да анау кейде ше. Жоқ, кішкене жақсы болып қалды. Соның ойынша менің ойымша Қайраттың бұл жастарынан соншалықты бұл 2 жыл 4-ші орын алу деген жаман нәтиже емес, бірақ негізгі шырқау шегі сол ғана ма деп ойлайсың да. Ары қарай бір қадам жасап 3-ші орынға шығу, немесе кубокта финалға шығу, жеңу деген нәрсе оларға қазір алынбас қамал болып тұр. Мысалы кеше кубоктан шығып кетті. Ұшып кетті. Атыраудан және таза 3-1 есебімен жеңілді. 2-0 болып тұрған кезде пенальти болды, қызыл қағаз болды. Иә, қызыл қағаз болды. Жауап алу соғамады. Енді ана жерде сухой лист кіріп жүр ғой, құрғақ жапырақ деп айта ма қалай? Ол жерде алдында Алматыдағы матчта Ульянов жақсы ойнап еді, мына жолғысы енді. Уразбахтин келді қазір. Иә, анархия. Толықтай анархия. Пенальтиді кім тебеді, футболшылардың өздері шешеді. Иә, кім капитан болады, дословно айтамын. Енді футболшылардың өздері шешеді. Меніңше жақсы бір мотиватор, және де қалай айтсам дейді соны. Бұл ойыншыларға мотивация керек емес сияқты. Жоқ. Шпилевский сияқты жүйесі бар, өзінің миында көретін футбол бар адам. Сол сөзді ұмытып кеттім, бірақ та футболшыларды бәрін қадағалайтын бапкер керек. Қатал бір бапкер керек. Диктатор. Трапецкийдің иә, шынымен диктатор керек. Шпилевскийдің несі ондай бар еді ғой негізінде. Шпилевскийдің бәрі басталды ғой. Кейбірлері тыңдамады оны. Өзі де кетті ғой, маған сұхбат берді ғой. Тыңдамаушылар кетті. Шынымен де кейбір ойыншылар мені тыңдама дейді. Ол менің құрдасым, менің кіші. Иә? Андрей Шавин. Иә. Тыңдамаған ойыншысы ғой. Иә. Сондықтан да Құрбанбердиев келді, бірақ та схемасы дәл келмеді. Және де осындай бір диктаторлық режим бар бапкер керек. Сонда ғана футболшылар соны тыңдайды. Мысалға мынандай болды. Қайрат футбол клубы Лейпцигтен неміс мамандарын алып келді да, осы жас жігіттерді өсірткізді. Әділетің болсын, Дамирің болсын, қазір өсіп жатқандардың бәрін сол немецкий системамен, немецкий ойын, неміс ойын стилімен дейікші, өсіріп бастады. Енді бұлар жоғарғы прессингке, жылдам футболға үйреніп қалады. Сонымен Шпилевскийдің қол астында керемет ойнап жүреді. Ол да сондай ойын, себебі ол қателеспесем сол неміс бапкерлік мектебінің өкілі ғой. Сөйтеді да Құрбанбердиев мүлдем басқа. 90-шы минутта 2 қорғаушы шығарып отыратын. Сөзсіз Құрбанбердиев мықты бапкер, мықты ойыншы, аңыз, ол туралы ештеңеге қарсылығымыз жоқ. Бірақ қазіргі футбол стиліне, қазіргі футболдың талап ететініне ол қалып қойды. Мысалы, Жозе Мауриньоны айтамыз ғой, бол оның дәуірі кетті деген. Қазір сол Хаби Алонсо, Де Зерби, Гвардиола сияқты күнде бірдеңе ойлап табатындар керек. Неге сол ойыншылардың бұл жерде андай сияқты бір шапқысы келеді, бір нағыз бір мықты жылық сияқты бір қазақтың кең даласына шығып бір жібергісі келсе аттың басын қысып отыратын сияқты да. Ей, қой, ей, шаппайсың сен, артқа қара. Кекерде де сондай ғой. Иә, шынымен де ондай бар. 3 қорғаушы 4-3 дейді, 3-4-1-2 деп ойнайды ше. Шабуылға ойнайтын құрам 3 қорғаушымен ойнамайды. Былай қарапсаң, себебі ол деген ортадағы бір ойыншының аздығы. Себебі ол ойыншы, ортада ойнайтын ойыншы қорғанысқа кетті. Енді бұл жерде 12 ойыншы шығара алмайсың ғой. Уразбахтин келіп, енді ол уақытша деп жатыр, ол да сол жүйені енді өзгерткен. Сейдахмет 2 рет негізгі құрамнан шықты, 10 қапталда. Басқа ешқандай өзгеріс көрген жоқпын. Қандай ақпарат бар, кім келеді деген. Соған алып келе жатырмын. Үлкен бір шорт-лист бар. Кейбірлері ресейлік мамандар кірді дейді. Қазақстандық жоқ дейді. Гончаренко, Әләлиев Қайраттың басшылығымен сөйлесті. Бірақ та бүкіл сұрақтарды Әлиевке бермейді екен. Әсіресе селекциялық сұрақтарды. Сосын әр бапкер Қайрат Боранбаевқа үлкен бір отчет береді екен әр матчтан кейін. Неліктен екінші таймда осы футболшыларды шығардың? Соны дәлелдеу керек. Клубтың ішінде жүрген адамдар соны маған айтты. Толықтай қадағалайды, толықтай тексереді. Сен оқушы ретінде ұстазға бүкіл отчетты тапсырасың. Сосын түсіндіресің. Мен екінші таймда Вячеслав Шверевті, мысалы, басқа футболшыларды Заряның орнына осылайша шығардым, себебі осылай деп бәрін түсіндіру керек. Әлиев оған көнбеді, себебі ол шынымен де 1-2 жыл бұрын Қайрат Боранбаев қайтты. Сіз керемет кәсіпкерсіз,
бірақ та футболды түсінбейсіз. Ал Қайрат Бұрынбаев ондай адамдар керек емес, себебі өзі авторитет. Және де спорт директор лауазымдарына қандай мамандар келді. Лежнев болды, сосын президент қаншама мамандар келді. Ешкім білмейтін мамандар, өте жастар. Петер ван Луин, Ол басқа позицияда болды, техникалық директор. Сондықтан да негіз басқа топ-клубтарда спорт директор лауазымында үлкен бір ірі авторитеті бар, абыройы бар мамандар істейді екен. Өздері ойнаған, медиа саласында істеген, медиа саласында көбінесе сұхбат беретін адамдар. Анау Лежневтің бір сұхбатын көрдіңіздер ме? Мен көрмедім мысалы. Кім ол? Абыройы бар ма? Беделі бар ма? Жоқ. Ешқашан да ештеңені түсіндірмейді да. Бәрінде Қайрат Бұрынбаев шешеді. Сондықтан да Әли Әлиев, менің өз спорт директорым бар, өзімнің штабым бар, мен өзім бәрін шешемін. Трансферлерді өзім жасаймын деп осылайша талап қойды. Олар айтады, кешіріңіздер, біз соған көнбейміз. Солайша бір ғана әңгіме болды, енді ұсыныс жоқ нақты. Сосын Еуропа чемпионаттары жақында бітеді ғой, мамырдың соңында. Сөйтіп Рафаэль Оразбахтин әзірше уақытша бас бапкер болады, міндетін атқарушы. Ал кейін Еуропа чемпионаттарында істейтін мамандар бос болады, кейбірлерінің контракттары бітеді, үзіледі. Сөйтіп Ресейден, Украинадан басқа бір мамандар келеді. Себебі Қайрат көбінесе орыс тілді мамандарды іздейді. Екі рет қана испаниялық бапкерлерін шақырды, и то біреу орысша түсінеді. А қалғандары ТМД елдерінде Құрбанбердиев, Шпилевский орыс тілді, басқа да бапкерлер Скададзе бәрі де орыс тілде сөйлейді. Сондықтан да Қазақстан клубтары негізінде осындай мамандарды шақырады. Мейлі Ордабасы болсын, Тобыл болсын, Астана болсын. Ойыншыларға тез түсіндіру үшін ба ойын? Иә, аудармашысыз жұмыс істейтін. Мысалы маған Берншторг аздап болса да ұнады. Хольгер Фах аздап болса да ұнады оның жұмысы. Санни Мирстоев басында кішкене аздап сөйлесті де, қанша дегенмен басқа бір менталитеті бар ғой, енді еуропалық менталитеті, Еуропада ойнаған ғой. Осындай бапкерлер ұнады маған. Бірақ та біздер көбінесе Украина, Белоруссия, Ресей секілді елдерден мамандар шақырамын. Вайста кезінде бірақ Қайрат нормально жақсы не алды, орысша сөйлейді. Иә. Түсінікті. Бірақ қазір бір ақпарат жоқ, иә? Нақты мынау деген. Жоқ, нақты ұсыныс ешкімде жоқ. Әзірше пауза. Себебі сараптамалық бөлім бар ғой енді. Алдағы 4 түр Оразбақтың бола беретін сияқты ма? Иә, сосын селекцияға жауап беретін қателеспесем Арман Берқұрманов деген Қайраттың бұрынғы футболшысы бар ғой. Ол да аздап шешеді. Лежнев бар, Бұрынбаевтың кеңесшілері көп қой енді. Әйтеуір бір ортақ бір мақсатқа келетін шығар енді шешімге. Солар шешеді, тексереді, қояды, болды, хабарласады. Көреміз. Түсінікті. Келесі клубқа өтейік. Ол клубты айтпай өтіп кетсек, жанкүйерлер жек қояр. Әрине Ақтөбе клубы. Өткенде жеңді Қайратты, керемет, Парфенов мықты деп жатты. Енді кешегі соңғы ойынды алмаймыз. Ордабасы ойында Астананы өз алаңында ұта алмады. Исламбек Қуат қызыл қағаз алып кеткеннен кейін көп жанкүйерлердің арасында ой, бұл Парфенов деген бапкер емес, кету керек дегендерде мен өзім жеке басым көзім шалып қалды. Қалай екен, сіздерге қалай болды, бапкер ретінде бір ойы бар ма екен, ол ойлармен бөлісті ме, және сіздер жаңа жанкүйерлердің ай бұл бапкер емес ау деген ойына қалай қарайсыздар? Жалпы Ақтөбенің биылғы ойын картинасы дейді ғой, ойын жүйесі сіздерге ұнап жатыр ма? Есеға өзіңіз бастасаңыз. Былтырғы Карповичтан кейінгі. Маған ұнайды, және кішкене агрессия бар бұл командада, қалай дегенде де. Сосын орындаушылар да жаман емес қой. Орындаушылар да жаман емес. Өте жылдам ойыншылар ғой. Өте жылдам ойыншылар. Сосын Парфеновтың бір сөзіне таңғалып отырмын. Ана кез келген адам келеді де сен бұлай істеуге тиіссің деп айтады дейді. Мысалы үшінші енді Қазақстанның жағдайында оған таңғалуға да болмайды ғой. Былай бізде футболды білмейтін 13 бапкер бар. Футболды білетін 13 миллион қазақ бар ғой, былай айтқан кезде. 14 миллион. 14 миллион. Сондықтан оған таңғалуға болмайды ешқандай. Бірақ менің ойымша Ақтөбе биыл жоқ дегенде үздік екілікте болады негізі. Чемпиондыққа таласатын команданың бірден бір екенін күмәнсіз. Және бір кубок алады деңізші. Иә, ол өте дайын тұрған команда. Және былай қарасаңыз, сол командада шақырылған ойыншылардың ішінде де қатты ілінбей жүрген жоқ қой. Мысалы Думбия ғана мысалы, иә. Бірақ оның өзін жоқ дегенде екі ойынға пайдаланып көрді, иә. Басқа ойыншылардың бәрі мысалы Кики,
Агбо, Севалиус қазір керек болмайды деген күннің өзінде Севалиус мысалы ойнап отыр. Тағы кім бар? Умаев мысалы қалай ойнайды. Иә. Соны тіпті жаңа өзің айтып өткендей Оразовқа да орын табылмай қалып жатыр мысалы. Иә. Сондықтан бұл бір жақсы команда ретінде және мен бапкерлермен сөйлескен сайын бір нәрсеге олардың да қатты қынжылатыны көрінеді да. Бізде жаңа команда ғой деп бастайды да. Жыл сайын сол ғой міне. Иә, бізде осы бұрынғы команда деп айтатын қазір Қайрат қана қалды ғой деймін осы бір Каргалидзе маусым басты сөйтіп бастады емес пе? Мен 14 ойыншы маған жаңадан келді. Қайрат бір 65% сақтайтын Қайрат қана ғой. Қалғандар керісінше 65% шығарып жіберді. 35%-мен қалады ғой. Биыл Астананы да қоссақ болады енді. Қатты көп алған жоқ ойыншылар. Сондықтан көрдіңіз ба? Сондықтан менде жаңа команда ғой деп ақталу жарты маусымға дейін жалғасады да, содан кейін енді команда бір-біріне кірігіп айта бастады деген сылтау айтады да. Соны менің ойымша Ақтөбе биыл жаман ұжым емес ең бастысы. Ереке, өзіңіз Ақтөбеде Қобыланды Батыр стадионы енді қайтадан оралғаннан кейін, Қобыландыға футбол оралғаннан кейін деп айтайықшы, солай дұрысырақ болады. Бардыңыз, атмосфераны көрдіңіз, сол Астанамен ойынды көрдіңіз, влог болды міндетті түрде көріңіздер, көрмесеңіздер. Қалай жалпы? Стадион емес, жалпы Ақтөбенің ойыны сол кезде. Стадионды білеміз ғой. Нашар деп айтуға шамам келмейді. Мысалы, маусымның басында айттым, Дмитрий Парфенов Ақтөбеге сай келмейді деңгей бойынша, иә. Бірақ та қазір қарасаң, ойындары тәп-тәуір. Иә. Жайро болса Жайро, Ромеро болса Ромеро, Самаротов бар, Умаев бар. Осындай техникалар зор ойыншыларға сәл уақыт қана керек. Оны бірден шешетін мамандар саны аз. Себебі сөйлесу керек, түсіндіру керек, қарау керек, иә. Кейбір футболшыларды мүлдем білмейді, чемпионатқа жақында ғана келді. Ал мысалы Андрей Карпович бүкіл футболшыларды, Қазақстан футболшыларды біледі, иә. Сондықтан оған да уақыт керек. Біртіндеп аққызылдар ойнап жатыр. Менің пікірімше аққызылдар топ 3-ке кіреді, чемпиондыққа таласу жағынан, иә. Тобыл бар, Астана бар, және де Ақтөбе, үшеу. Ордабасы мен Қайратқа сәл қиындау болады. Елімай бар, бірақ та маусымның ортасында сәл проблемалар болады, міндет түрде. Себебі жақында ғана премьер-лига шыққан командада сәл тәжірибе жоқ, иә. Жасақтаудың өзі қиын. Ақтөбеде команда болды да. Сәл ғана өзгерді де, кейбір ойыншылар кетіп қалды, жаңадан қосылған футболшылар бар, иә. Сондықтан да Дмитрий Парфенов біртіндеп Қазақстан чемпионатын зерттеп жатыр. Оған да сәл уақыт беру керек сияқты. Әрине Астананың футболшылары қорғаныста керемет ойнады. Әсіресе Исламбек Қуат алаңнан қуылғаннан кейін, бірақ та Ақтөбенің футболшылары қаншама рет қауіпті сәттерді ұйымдастырды, қаншама рет соққы жасады. Дегенмен Александр Заруцкий, Марчкин, иә, оның тезкасы, ол да аттас тезкасы, ол бірнеше рет керемет ойнады, иә. Сосын Аманович сияқты футболшыларды атауға болады. Сондықтан да Ақтөбеге сәл ғана фарт жетіспеді. Сол ойында. Ал Ордабасы қарсы керісінше мінезді көрсетті. Ақтөбенің мықты қорғанысы емес, Астананың мықты қорғанысы емес, Ақтөбеге фарт жетіспеді ме ол ойында? Иә. 50-50. Астананың қорғанысы да мықты. Ақтөбенің де фарты жетіспеді. Шабуылдары әлсіз деп айта алмаймын. Себебі 5 жақсы бір ойыншылар бар, шабуылда ойнайтын, оларға да уақыт беру керек, аздап болса да. Және мына Жайрожан мысалы кубокта қалай жақсы ойнайды, мысалы. Оған дейін мүлде көзге түспеген ойыншы еді ғой. Демек ақырындап ашылып келе жатқан сияқты. Мысалы Донни Ромеро бір гол соқты, содан кейін осыған дейін былай айтқан кезде тура соққыға бағыттай алмай келді ғой. Осы соңғы ойында мысалы Ордабасымен ойнады. Сондықтан менің ойымша ашылады ойыншылар. Бірақ оның тасасында Қазақстанда ойыншылар қалып қоймай ма деген алаң туды ғой бізде бәрібір. Бар ғой, Абылайхан Жұмабек сол үшін жетісуға жіберді емес пе? Ол өзі сұранды деді. Иә, өзі сұранды, түсініп тұр ғой, орын жоқ екенін, сол үшін сұранасың ғой. Мынандай сұрақ, Ереке, білеміз, Максим Самородов пен клуб басшылығының арасында келісім бар, егер де жазға трансферлік ауысым кезінде қандай да бір шетелдік клуб келсе, Максим кетеді деген. Иә. Сол Ақтөбенің Еврокубоктық жолында кедергісін келтіреді деп ойламайсыз ба? Қайтадан Макс, біз шығарып беріп кетсей, сосын кетесің ғой деп, ол қалып қойып, ажақтағылар ойланып қап қайтадан, сен бізге керек емессің деп, қайтадан Максим Самородов осылай Қазақстанда қалып қояды деп ойламайсыз ба? Оны Макс қана емес, басқа адамдар да шешеді ғой. Сондықтан да егер шынымен де нақты бір ұсыныс түссе, онда барлығы осындай үлкен бір дөңгелек столдың үстінде отырып бәрін шешеді.
бірақ та Ақтөбенің сапында басқа да футболшылар бар ғой. Идрис Сумаев бар, ол да сол позицияда ойнады. Думбия предқан алаңға шықты, болды негізі техникасы зор. Сондықтан да оның орнын басатын футболшылар қаншама, иә. Яғни қазірден бастап дайындап қалған дейсіз ғой. Иә, әрине, біртіндеп дайындалып жатыр ғой. Шынымен де нақты ұсыныс түссе. Бірақ негізі топырлап ұсыныс түсіп жатқан ойыншы емес ау. Иә. Ағылшын тілін білу керек сияқты. Қалай ұсыныс жайында бар ма бірдеңелер? Әрине, Ресейден қызығушылық. Түркиядан Бар ғой енді, Краснодар, басқа да командалар. Краснодардан? Иә. Қарады, Спартак, Локомотив, Динамо сияқты командалар. Краснодар болса жақсы. Қарастырып жатыр ғой осы футболшыны, иә. Әйтеуір Түркияда біраз скауттарды көрдім ау. Спартакта отырды айтпақшы. Спартактың селекционерлері скауттарды отырды, қарады. Кешегі ойында. Жоқ, кешегі ойындарда емес, Түркияда. Түркияда оқу жаттығу жүрген кезде. Сөйтіп Ақтөбе Астанаға қарсы ойнағанда Қобыланды Батыр стадионында Дания, Германия, Түркия, Ресей елдерінен скауттар келді. Қандай ойыншыларды қараған білмедім, бірақ та Әлібек Қасыммен или басқа ойыншылармен аздап сөйлесті. Орысша. Орысша жаман сөйлесе де, нашар сөйлесе де, бәрібір кейбір ойыншылармен қарым-қатынасына болды. Сондықтан да егер шынымен де қызылдарды командаға шақырса, ешкім таң қалмайды. Түсінікті, керемет. Жалпы барлық жүлдеге таласып жүрген клубтар туралы айттық, иә? Иә. Бұл жерде енді Шахтер туралы айтайық десек, әлеуқаты өте нашар енді. Шахтер менің ойымша былтыр негізінде сол соңғы турларда қалмай биыл ұшып кету керек еді. Сөздің шыны керек, себебі Қазақстан атынан алғаш Еврокубокқа жолдама алған футбол клубтың қазіргі жағдайын көру мен үшін қиын. Бір жетім бала сияқты ешкім оның жағдайын ойламайды. Кім біледі енді, бір алдын ала қорқуымыз да дұрыс емес шығар, қайдан білеміз, иә? Екінші айналамда бөліп болып кететін шығар дейсіз ба? Кім біледі, мен кішкене қимаймын бәрібір Шахтерді. Сол бәріміз қимаймыз ғой, бәріміз ондай клуб Премьер-лигада жүрсе екен дейміз, бірақ былай жүргеннен гөрі ар жаққа барып бір жыл демалып, сәл сол жастарына бір тәжірибе беріп қайтып келсе екен деген ой бар. Бірақ баяғыда білесіздер ме, осы Германияның Бундеслигасы құрылғалы бері ойбай Гамбург түспепті деп еді, Гамбург түсті, шыға алмай қалдым. Мысалы неше жылдан бері, 7 жыл болды ма, 5 жыл болды. Көлн түспеді деп еді, ол команда лифті болып кетті мысалы үшін, былай қарасаңыздар. Бірақ ондай тағдыр тілемейсің ғой, мысалы. Шалкенің жағдайын қараңыз мысалы, сондықтан мен бұл жердегі де сол жаңа сөздің басындағы нәрсе ғой, команданы дұрыс басқармаудың салдарынан ғой, мысалы, иә. Егер сол жер дұрыс басқарылып, ақша орнымен жұмсалса, қазіргідей мысалы өңкей бір былай айтқан кезде жергілікті футболдың әлі де піспеген ойыншыларына сүйенбес еді ғой, мысалы, иә, жақсы ойыншылар. Және ең бастысы сыртта ойнап жүрген қарағандылықтарды шақырып алса да команда, мысалы Аслан Дарабаев, мысалы, иә. Қазір Аслан Дарабаевқа менің ойымша Аслан қажет ететіндей айлық жалақыны қоя алмайды олар. Иә, Свиридов мысалы кетіп қалды, Роман Мұртазаев кетіп қалды, мысалы, иә. Көрдіңіз бе, Қарағанды футболының түлектері былай айтқан кезде ол мықты ғой. Сондықтан мен Финонченконың бір бапкер ретінде өзін кәдімгі кризис менеджер ретінде бір жақсы көрсеткенін қалаймын шыны керек. Дұрыс айтасыз. Мүмкін. Келісем. Иә, жоқ, жалпы жаңағыдай айтқандай ғой, Шахтердің бір қатты өйтіп қазіргідей қиын жағдай көру, басынан өткізіп жатқаны, жастарының әлі де болса деңгейінің бір сол бір қарсыластық көрсете алмай. Былай қарасаңшы, жастар деп қоймыз, мысалы, сол Игорь Алишаускас, сол Богдан Савкив, сол Руслан Тұтқышев, мысалы, иә. Сол жігіттердің бәріне былтыр мүмкіндік берілді ғой. Былтыр тәп-тәуір пайдаланды. Енді биыл жаңағыдай біз Қайраттың жастарына қойып отырған талапты оғанда неге қоймасқа? Неге өспейсіңдер мысалы деп ше, мысалы. Айбар Абдулла Қайраттан ауысты мысалы. Енді бір жарқырап көрінетін уақыт. Ал Асқат Айдос Тәттібаевтер команданы сүйрейтін кез еді. Қазір мүлде көрінбейді мысалы үшін, иә. Айдос алаңға шықса бар жоғы білінбей қалатын болды ғой қазір. Абылайхан Назымхан бір артқы жартылай қорғаныста ертең Асқат тағы бергенде алмастыратын ойыншы ретінде бір санап қалып едік. Ол да былай айтқанға көптің бірін айналып барады. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде біз де жанкүйер ретінде қарағандылық жас футболшыларға талап қоямыз. Сен өс, мысалы, Уәлихан Мұхамеджанов деген футболшы. Мен осы негізгі құрамда алаңға қашан шығады деп күтіп жүрдім, мысалы, 2 маусым бойы, шықпады, мысалы. Қазір бірінші лигаға кетіп қалды. Шыңғысхан Зүбайділла деген футболшы қазір тіркеліп тұр. Ол шықпады, мысалы, Таханов деген ба, сондай бір жас футболшы бар қазір, мысалы. Бәріне қарап жүрміз, мүмкіндік. Бәріне қарап жүрміз. Бірақ шынында да келесі бір деңгейге өткен ойыншы сирек. Жалпы Қазақстанда менің ойымша осы соңғы 2 жылда келесі бір деңгейге өткен ойыншы саусақ біз осы Максим Самородовтар ғана, бір келесі кезеңде Рамазан Оразовтар ғана ғой. Басқа кім бар мысалы үшін? Бір деңгейде тұра береді ғой мысалы. Қырғын емес, бірақ бір өсіп жастардың арасында айтып отырмыз да біз. Өсіп баратқан шамалы, иә.
Иә, түсінікті. Олай болса енді қазіргі клубтарда болып жатқан енді топ клубтарда деп айтайық, көбінесе соларға тоқталдық қой, әл ауқаттарын айтып кеттік. Алдағы уақытта енді осы барлығы тураланады деген ойдамыз, әсіресе Ордабасыда. Ал осы керемет нәтиже көрсетіп жүрген клубтардың осы жолы да Еврокубокта жалғаса берсін, себебі біздің чемпионатымыздың нағыз деңгейін көрсететін жер ол Еврокубок. Әрине. Өзімізбен өзіміз қырыла береміз, өзімізбен өзіміз жыл сайын ойнай береміз, бірақ біздің футболымыздың деңгейін көрсетіп, сол арқылы ойыншыларымыз шетелге кететін сол бір трамплин, бір деп жаңағы баспалдақ деп жатады ғой, ол әрине Еврокубоктар. Сол Еврокубоктық жолда барлығы дұрыс жолмен келіп, әйтеуір жақсы дайындықпен келіп, жақсы нәтиже көрсетсін деп тілейміз. Осымен біздің подкастымызда өзінің соңына келіп жетті. Қонақтарымыз тағы да таныстыра кетсек, Спорт плюс Қазақстан каналының арнасының комментаторы Есей Жеңсіл ағамыз және Қағаз спорт Абаттың сақалы YouTube каналының жүргізушісі Ербол Қайыров ағамыз, ал мен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасбатұлы. Сау саламатта болыңыздар. Осымен біз бүгінгі аяқтадық. Рахмет. Көп рахмет.